Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сондай жұмсақ, дәмді хачапуридің ең жақсы рецептісін ұсынатын боламын. Бұл рецепт оңай ғана жасалынады достар. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы хачапуридің ең бірінші біз енді қамырын илеп аламыз. Ұнымызға барлық құрғақ ингредиенттерді салып, бір тегіс қылып араластырып аламыз барлық жерін. Енді соңында жылы суымызды құйып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз илеген кезде жұмсақ болуы қажет. Илеп болғаннан кейін соңында қамырдың үстіне күнбағыс майын кішкене құйып жіберіп, қамырды илеп аламыз. Майымыз барлық жеріне тиюі қажет. Енді осы қамырымызды біз жылы жерге ашытуға қалдырамыз 1 сағатқа. Қамыр менде толықтай ашып шықты. Енді 2 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде 2 хачапури шығады достар. Қамырымызды 1-2 сантиметрдей қылып жайып аламыз. Енді үкіштен өткізген сырымызды 2 жағына жайып шығып, енді хачапуриді түйеге келеміз. Түйген кезде біз қайық тәріздес қылып түйіп шығамыз. Түйген кезде жанындағы сырлар шықпайтындай қылып, жақсылап жауып түйіп шығу қажет достар. Енді түйіп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын кішкене 1 ас қасық сүтті салып екеуін араластырып, бетіне жағып шығамын осы сары жұмыртқаны. Енді 180 градуста бірінші хачапуриді пісіріп алдым. Соңында осы сырымызды салып жіберіп, ортасынан жұмыртқаның сарысын салып, тағы духовкада қалдырамыз достар. Толықтай пісіп шықты. Қош сау болыңыздар.